Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауатташу сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы мен ұнататын жыл мезгілі дыбыс. Сабақтың мақсаты сенің білетінің, сөздің дыбыстық құрамы, сенің меңгеретінің, сөздегі дауысты және дауыссыз дыбыстарды ажырату, сұрақтар қою және жауап беру. Дыбыс деген не? Дыбыс сөйлеудің ең кіші бөлшегі. Дыбысты естисің және айтасың. Тамаша. Дыбыс. Сөз дыбыстан құралады. Сөздің құрамында дауысты және дауыссыз дыбыстар болады. Сөздің дыбыстық құрамын сызба арқылы көрсетіп үйренеміз. Дыбыс. Дауысты дыбыс қызыл түспен боялады. Дауыссыз дыбыс көк түспен боялады. Сөздің дыбыстық сызбасын біліп аламыз. Мына дыбыстар естейікші. Ненің дыбыс екен балалар? Тамаша, жаңбырдың дыбыс екен. Өте жақсы балалар. Келесі дыбыс. Жақсы. Желдің дыбыс екен. Тамаша балалар. Өте керемет. Құстардың дыбысы. Не деген әдемі балалар. Тамаша дыбыстарды жақсы ажыратады екенбіз балалар. Балалар, қазіргі бейнебаян жыл мезгілі туралы болмақ. Жыл мезгіліне көктем, жаз, күз, қыс айлар жатады. Әр жыл мезгілінің өзіне тән ерекшеліктері мен құбылыстары болады. Көктем мезгілінде күн ұзарып, түн қысқарады. Күн шуағын шашып, жер қыс ұйқыдан оянады. Талдар бүршік атады. Құстар ұшып келе бастайды. Көктем мезгілінде ауа райы тұрақты емес. Күндіз жел тұрып, жаңбыр жауы мүмкін. Кей күндер ысып та кетуі мүмкін. Ал балалар, жаз мезгілінде табиғатта демалуға, достарыңмен ойнауға, шомылуға өте қолайлы. Жаз мезгілінде балалар көптен күткен жазғы демалыстарына шығып, ата-әжелеріңе барасыңдар. Сирек жаңбыр жауады. Найзағайдың да дауысын естисіңдер. Әдемі кемпір қосақтыра көруге болады. Балалар, керемет емес па жаз мезгілі? Күздің де өз әдемілігі бар. Күз мезгілінің де айналаның бәрі сары түске бояп қойғандай. Ағаштан жапырақтарын сылдырлап түскенің өзі керемет емес пе балалар? Құстар қыстың келетінін сезгендей жылы жаққа ұшуда. Ағаштардың бәрі көңілсіз күйде тұрғандай. Мама-папаларың қысқа дайындық жасауда. Одан қыс келеді балалар. Қыс мезгілде өзімен әдемілігі бар. Дала өте суық болады. Өзендерде солардан мұз қатады. Балалар сырғанақ теуіп, аққала жасап, қызыққа толы күндерін өткізеді. Жылы тондарын, тақияларын, жылы аяқ киімдерін киеді. Балалар, сендер жыл мезгілдерін ерекшеліктерін білдіңдер. Балалар, сендерге осы жыл мезгілдерінің қайсысы ұнайды? Осыны әрқайсымыз ұнайтын жыл мезгілдерін айтып береміз. Оған дейін балалар, кішкене сергіп алайықшы.
Балалар, біз жаңағы бейнебаянда жыл мезгілдерінің ерекшеліктерімен тапсырдық. Онда балалар, тағы бір тапсырма орындап жүрейікші. Мына суретте әр жыл мезгіліне тән сурет берілген. Осы суретті сәйкестендірейік әр жыл мезгіліне. Бірінші шана тұр, екінші қарбыз, үшінші сарғайған жапырақ, төртінші бүршік атқан ағаш. Ал ондай болса тапсырманы орындаймыз. Бірінші шана қай мезгілге тән? Өте тамаша. Қыс. Өте жақсы. Қарбыз. Өте тамаша балалар. Жаз мезгіліне тән. Жаз мезгілінде жеміс қарбызды піседі, иә? Сарғайған жапырақшы. Керемет балалар, керемет. Күз мезгіліне тән. Онда соңғы суретіміз бүршік атқан ағаш. Жақсы балалар, бүршік атқан ағаш көктем кезінде бүршік атады, әдемі, иә? Өте жақсы балалар, керемет. Онда енді балалар, әр мезгілдің ерекшелігін түсініп алдық. Енді балалар, күз деген сөзге назар аударайықшы. Күз сөзінде неше дыбыс бар екенін айтайықшы. Неше дыбыс? 3 дыбыс бар, өте жақсы. Қанша дауысты, қанша дауыссыз? 2 дауыссыз, 1 дауысты. Керемет балалар. Енді қыс сөзі. Қыс сөзі қанша дауысты бар? 1 дауысты, 2 дауыссыз. 3 дыбыстан тұрды, иә? Керемет балалар. Көктем сөзіне қарайық балалар. Көктем сөзінде неше дыбыс? Керемет, 6 дыбыс тұр. Қанша дауысты? 2 дауысты, 4 дауыссыз. Керемет, жақсы балалар, дұрыс түсініптік. Ондай болса балалар, келесі. Жаз. Жаз сөзінде неше дыбыс? 3 дыбыс. Неше дауысты? 1 дауысты. 2 дауыссыз. Тамаша балалар, тамаша. Ондай болса балалар, сабағымызды қорытайық. Дыбыс сөйлеудің ең кіші бөлігі екенін білдік. Сөз дыбыстан құралады екен. Дыбысты естиді екенбіз және айтады екенбіз. Сөздің құрамында дауысты және дауыссыз дыбыстар болады екен. Балалар өте тамаша. Сабақты өте түсіндік деп ойлаймын. Иә балалар, түсінікті ма? Ондай болса, сабағымызды аяқтаймыз. Бәріміз өз-өзімізді бағалаймыз. Сау болыңдар.